Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіретін ерекше печенье жасаймыз. Ол үшін сізге 2 жұмыртқа қажет. Бір жұмыртқаны толығымен қосасыз да, екіншісін тек сарысын ғана қолданасыз. Енді 125 грамм бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Одан әрі 100 мл сұйық майды қосамыз да, ингредиенттерімізді жақсылап араластырамыз. Енді 200 мл қант пудрасын қосамыз. Артынан 1 пакет қопсытқыш, 1 пакет ванилин қосамыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Енді 3,5 стакан ұнымызбен 125 мл крахмалымызды електен өткізіп, массаға біртіндеп қосамыз. Енді венчикті алып тастап, қолымызбен жақсылап илейміз. Жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Енді жарты стакандай фундугымызды жақсылап үгітіп аламыз. Үгітіп алған фундуктарымызды қамырдың бір бөлігіне қосамыз да жақсылап илейміз. Ал қамырымыздың екінші бөлігіне шоколад қосамыз. Ал қамырдың үшінші бөлігіне тиіспейміз, ештеңе қоспаймыз. Ештеңе қосылмаған қамырымызды осылай домалатамыз да, қасықтың көмегімен әрлейміз. Фундук қосылған қамырды осылай барлығын домалатып шығамыз. Қамырымыздың шоколад қосылғанында осылай домалатып шығамыз.
Енді печеньяларымызды алдын ала ысытылған 180 градус духовкада шамамен 15-20 минуттай пісіреміз. Печеньемізді әрлеу үшін алдымен шоколадтарды ерітіп аламыз. Аздап сүт құйсаңыздар да болады. Шоколадымыз еріді. Енді печеньяларды әсемдеуге, әрлеуге көшейік. Печеньяларымызды әрлеу үшін бізге үгітілген фундук, фисташка үгітіндісі және кокос жоңғалары қажет болады. Қасықпен әрлеген печеньяларымызды шоколадқа батырып, кокос жоңғаларына, фундукқа және фисташка үгітіндісіне кезек-кезек осылай батырып шықтым. Қалған печеньелерді де өз қарауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен шоколад қосылған және фундук қосылған печеньелердің жартысын сол қалпында еш әрлеместен қалдырдым. Мінекей печеньелеріміз дайын болды, сіздерге ас болсын. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Көріскенше!